Бүгін анамға хабарласып айтады: қызым-ау, не істеп жатсың өзі, не салып жатсың, ютубты ашып қалсам бірінші сен тұрасың дейді да. Сосын мамам айтамын да: мама, папамның қызықтарын салып жатырмын деп ше. Сосын мамам әзілдеп айтады ғой: айтсайшы оқырмандарыңа, кезінде аяғымды баспаймын, бармаймын, сен тұрмысқа шықсаң Алматыға бармаймын, вообще бармаймын деп айтып жатқан әкем қазір Алматыдан шықпайды деп айтсайшы деп. Мамаға айтып жатырмын: мама, қоя тұрыңыз, әлі соңына жеткен жоқпыз, әлі айтып жатырмын десем, оқырмандарыңды состыртпай тез-тез айтып тастасайшы дейді. Сосын айтамын: ой, мен видеом жетпей жатыр, менің бәрін айтып тастағым келеді, ұзақ видео болса ешкім қарағысы келмей қояды деп. Бәрі айтып жатыр, тез-тез салып тастаңызшы деп әзілдеп жатырмын ғой. Индийский кино сияқты қызық жеріне келген кезде бітіп қалып жатыр ма деп. Бәрін бір видеоға салғым келеді, просто ұзақ видео болып кетіп сіздерді жалықтырып алам ба деп сіздерге бөліп салып жатырмын. Ал енді әрі қарай жалғастырайық. Әкемнің ответін күтіп отырсыздар ғой, бәрі не деді, не істеді, не айтты деп. Негізі өзімнің ойымда да қашып кетем деген болған, бірақ негізі әкемнің айтқан сөзі сүйегіме қатты батып кетті. Енді әкемнің қызы болғаннан кейін ата-ананың батасын алып шығу керек қой. Маған әкем ұрысқан кезде былай айтқан: егер де сол Алматыға тұрмысқа шығатын болсаң, мен сені көрмейін, сен мені көрме деп. Сөйтіп ренжіп телефон тастап жіберген ғой. Сол сөзі менің жүрегіме қатты тиіп кетті. Содан кейін мен барынша әйтеуір ата-анамның, әкемнің әсіресе батасын алуға тырысып, мен қайтсем де әкемді көндірем, ондай еместігін, бұл жақтың салты ондай емес, ол ойлағандай емес екендігін әкеме барынша түсіндіргім келді. Солай әкемнің ответін қалай алдыңыздар деп отырсыздар ғой. Сіздерге қызық айтайыншы, осы күнге мен күйеуге шыққаныма 4 жыл 5 жыл болды ма, әкемнің ответін әлі алған жоқпын. Сенесіздер ме? Әкем я деп те айтқан жоқ, жоқ деп те айтқан жоқ. Неге дейсіздер ма? Солай не керек? Сестраларым келіп әкеме айтып кетті деп сестраларым ответін күт деп еді ғой. Сол күйе әкем ренжіп, сол күні 2-3 күн мамамен вообще сөйлеспеген. Мамама да ештеңе демеген, маған да ештеңе деп те айтқан жоқ. Мамаға айтам ғой: мама, папаға звондаймын ба, мен не дейін енді, мен неяқта не істеймін енді, неяқта да мен де уайымдап отырмын деп. Папа деген вообще мамамен де сөйлеспейді. Содан мама жайлап бастаған ғой: енді не істейміз енді, құдағайлар сөйлескісі келеді екен бізбен, мен оларға не деп айтайын десе, папам да үндемепті. Содан сестраларым звондап, уже папа енді бәрі мама мен папам отқан кезде сөйлескен ғой. Енді болды, енді болды, көн, енді не істейсің көнбегенде, қызың болды келмейді, сен кел десең де келме десең де қызың сол Алматыда қалады, болды келмейді, сен рұқсатыңды берсең бергенің, бермесең сол Алматыдан қашып кетейін деп отыр деп папамды алдаған ғой. Енді әкемді көндіру керек болып тұр ғой. Сөйтіп, енді сен көнбеске амалың жоқ, сол қызың қалды, енді сен батаңды берсең келіп ұзатылып кетейін деп отыр сенің қолыңнан деп. Солай не керек? Папам тағы бір аптаға дүңке түскен ғой. Ой, қызыға, күлеміз ғой. Папам бар ғой, негізі ана құрдастарының, енді папамның құрдастары қыздарын ұзатып алса өңкілдеп жылап қайтады, өмірі тойдан. Сөйтіп бәрі мазақ қылатын: сен біреудің қызына былай жылап жатсың, өзің қызың кетсе қалай жылайсың, не істейсің сонда сен деп. Сонда папам айтады: о, мен қыздарым шықпайды, менің қасымда болады деп ше. Солай не керек? Папамның ответі болған жоқ. Сөйтіп сестраларым, мана папамның қарындастары ғой, енді сол кісілер айтты: болды, мамаға айтты, құдағайлармен сөйлес, болды, не істейсіңдер енді, жауаптарыңды бермегенде. Кетейін деп тұрған қыз кетті, енді болды, келмейді, енді маған айтып отыр, мен келмеймін, қаламын сол жақта деп отыр деп. Мен енді олай айтқан жоқпын ғой, енді бірақ барынша енді ата-анамның батасын алып кеткім келіп отыр ғой. Солай әкем я деп те айтқан жоқ, жоқ деп те айтқан жоқ, үндемеген күйі кетті. Солай біз жайлап тойға кірісе бастадық. Енді ұзату болайын деп жатыр, өйткені карантиннің кезі, ресторанда той жасауға болмайды. Солай Алматыдан өзімнің ауылыма қалай бардым дейсіздер ғой, үрпіп қорқып, әйтеуір енді тойға кірісіп жатқаннан кейін мен де айтып, бісмілімді айтып ауылыма қайттым. Солай жайлап тойға да кірісе бастадық. Екі жақ келісімге келіп сырға салуға келетін болды. Ал енді сіздерге келесі тойдың қызықтарын айтайын, келесі бөлімде. Бірақ сіздер мені әрқашан қолдап, лайк басып, комментарий жазып, маған тіркеліп отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз керек.